бұрын ағалары, туысқандары полицияға жіберіп, ол прокуратураға жіберіп, дәл шыққан қылмысты, барлық қылмыс болғанын біледі, оны жауып тастаған Шымкенттік құқық қорғау органдары, полицияда, прокуратурада ештеме білмегендей болып жасағаны, әрине ол жердегі де жәбірленуші жағы, адвокаттар да, бүкіл қоғамда күмәнданып, мен де күмәнданамын мысалы. Осы жағын әділет министрлігіне жолдаймын, осы мәселеге бөлек назар қойып, дұрыс артық нәрсе керек емес, әділет болуын талап етеміз. Мен өзім депутат ретінде бұл мәселені қолдаймын. Тағы қандай бір мәселелер бар? Ол сараптама, тағы қандай мәселе бар? Бұл жерде отбасының қазіргі таңда жанға батып тұрған бір дүние бар. Алып қашу дерегі бойынша қазір ішкі істер министрлігі сол кезде істі жауып тастаған тергеушіге жалпы мынау Шымкент полиция департаментінің басшылық құрамына қатаң түрде тиісті шара қолданды, оны барлығымыз білеміз. Ендігі бұл жерде қалып тұрған мәселе прокуратура тарапы. Өйткені бұл жерде прокуратураның тікелей кінәсі бар деп есептеймін. Неге десеңіздер, Нұрай мен оның папасы полиция тарапынан істі жауып тастағаннан кейін, номенклатурный делоға списать етіп тастағаннан кейін тікелей прокуратураға барып шағымданған. Шара көріңіздер. Бөлек арыздан кейін, жапқаннан кейін. Иә, ертесі, күні ертесіне барып арызданған. Алайда бізде прокуратурада бұған жағдайға тиісті түрде көңіл бөлместен жылы жаңағындай бұл жерде қылмыстың құрамы жоқ деген жауап. Прокуратура өз мойнына алып тұр ғой сонда. Прокуратура, иә. Прокуратура мне Берікасыл, бас прокурор, сізге айтамын. Неге осы уақытқа дейін бұл аудан прокурор ең болмағанда аудан прокурор неге жауапқа тартылмады? Неге тексерілмедіңіздер? Қандай себептен аудан прокуроры бұл жерде қылмыс жоқ деп жабатта, бірақ бірнеше айдан кейін сол қыз, сол қылмыскердің қолынан қаза табады. Сонда аудан прокурорының жауапкершілігін бас прокурор неге қарамайды осы уақытқа дейін? Президент тапсырды ғой. Қызылордада отырғанда құқық қорғау органдарын барлық әрекеттерін заң бойынша қараңыздар деді. Бас прокуратура, Қаратау ауданынан прокуратурасы, әке-шешесі барды, полицияға көңіл толмай ертесіне прокуратураға барды. Бірақ неге прокуратура осы уақытқа дейін бас прокуратура демей отырсыздар? Мен мысалы таң қаламын. Бұл қалай сонда? Президент тапсырды айтты. Енді одан артық не керек? Полиция бірден қызметкерлерін алды, қызметтен босатты, бүкіл қалған полициясынан бастап барлығын түгелімен ауыстырып тастады. Прокуратураның біреуін естімейміз. Сонда полицияның үстінен қарап отыратын прокуратура ата-анасы барады, жапты. Бүгін күні мен айтайын бас прокуратураға, бұл Нұрай Серікбайдың қайтыс болуына прокуратурада кінәлі. Неге кінәлі? Бізде сондай күмәніміз бар. Себебі неге жапты? Егер прокуратураның қай қызметкері өз жауапкершілігін алып, бұл жерде қылмыс жоқ деп жабуға шешім қабылдады. Ондай шешім қабылдауға қандай негіз болды? Ал енді шешімі дұрыс болмай, ол қылмыс емес деп шешім жасап, өзі қайдан екенін білмеймін бағалап, одан кейін 2 айдан кейін қыз қайтыс болса, сол қылмыскердің қолынан прокуратура қандай жауапкершілікке тартылады? Неге ол әлі қызметте отыр? Неге оның үстіне іс қозғалмайды? Неге ол қылмыскермен қатар қазір тергелмейді? Мен мысалы бір күмәнім бар, сыбайлас жемқорлық бар ма жоқ па? Екінші күмәнім бар, ол сауатты өзінің жұмыс атқарды ма, әрекетсіздік жасады ма, заңды білмеді ма? Немесе салғырттық жасап, дұрыс сапалы білімі болмай, заңдарды білмей, президенттің қыркүйекте іске асырған, қол қойған заңды білмей, енді бір ай өтті, мүмкін прокурор заңды білмейді шығар оны. Неге бұл осаққа дейін, Нұрай Серікбайдың қайтыс болғаннан кейін бір айдан астам уақыт өтті, әлі бұл шара қабылданды.